Мен премьер-министрдің бірінші орынбасарым Роман менің атым. Қалайсыздар? Жақсы енді. Төсектер бар. Тамақ бар ма? Тамақ бар, бірақ та ауылды су басып, малымыз қалып қалды. Өкінішке орай үлкен су келді. Бірақ біздің президентіміз сіздер өте жақсы білесіздер. Әр отбасына, әр азаматқа біз көмектесеміз. Рахмет енді. Осына қоғып көріп отырсыз ғой енді. Енді ана балаларымыз, ауданда оқып жатқан балаларымыз бірімізге біріміз жете алмай, күйеуім ана бірлік ауылында қалып қойды. Өзіммен жерде жатырмын бір қызымен. Енді сіздің күйеуіңіз қайда? күйеуім бірлікте малда ана анжақта қалды. Қызым немеде қалды? Явленкада, мектепте. Бірімізге біріміз жете алмай қалды. Осы жерде бір қызымен жатырмын. 2-3 күн болды көшіріп әкелдім. Сен құлар жақсы қарап жатыр, жағдайымыз жақсы дейміз. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Бәнигүл. Бәнигүл. Сіз қай жақтансыз? Қытайдан келгенбіз. Қытайдан. Қандасыз ба? Келгенімізге 10 қанша жыл болды, 15 жылдай болды. Біз Алматыда тұрғанбыз, осы жаққа осы мал бағамыз деп келгенбіз, осылай болып қалды ғой. Кей беламат жұрт тыныш болсын. Енді бір Алланың берген сынағы шығар енді, оны біз елден көрмейміз, жүргеннен көрмейміз оны енді. Ең бірінші президент айтқанда енді адам сақтап қалу. Сіздер аман болыңыздар, сіздер аман болсаңыздар, бір заман сіздерге сеніп отырмыз енді. Рахмет көп. Сізде неше балаңыз бар? Мен бар 3 балам бар. 3 бала. Ұлым, үлкен ұлым Павлодарда, немеде. Кішкентай ба? Обыр жоқ. Кішкене қызым онда. Сондай енді. Сіздер аман болыңыздар, сіздер аман болсаңыздар, біздер аманбыз деп сіздерге сеніп отырмыз. Үкімет өлтірмейді деп. Жақсы. Шыдау керек. Шыдау керек. Сіздерге рахмет.